Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге IT әлем каналы. Өткен сабақта біз Python бағдарламасымен танысып, өз компьютерімізге орнатып алған едік. Бүгінгі сабағымызда енді Python программасымен жұмыс істеуді, алғашқы код жазуды үйренетін боламыз. Программаны жазбас бұрын Python программасында қандай код жазу түрлері бар екенін қарастырып жіберейік. Python программалау тілінде код жазудың екі түрі бар: интерактивті және файлдық. Интерактивті варианты консольный деп те аталады. Екіншісі файлдық. Ол сіз өзіңіздің барлық инструкция кодтарыңызды жеке бір файлға жазып сақтайсыз, кейін орындауға жібересіз. Жалпы интерактивті вариантты қалай орындаймыз? Ол үшін пуск, idleға кіреміз. Idle жайлы өткен сабақта танысқан болатынбыз. Алдымызда осындай консоль шығады. Дәл осыны интерактивті деп атайды. Неге интерактивті? Себебі жазған кодымыз бірден шығады. Мысалы, математикалық амалдар орындап көрейік. 3 + 1 дейік. Интер бассақ, 4 санын шығарып беріп отыр. 6 көбейтілген 4 дейік. Жауабын лезде алып отырмыз. Біз сіздермен айнымалы да құра аламыз. Айнымалыға кез келген бір мән бере аламыз. Мысалы, А деген айнымалыға мен 7 санын бердім. Мен осы айнымалыны консольға шығарсам болады. Жекелей қаратсам да болады. Осы айнымалымен математикалық амалдар орындайық. Мысалы, 3-ке көбейтейік. Жауап шықты. Сонымен интерактивті вариантта сіздер кодтарыңызды, нұсқаулықтарыңызды лезде интерактивті шығарып отырады. Бұл жекелей кодқа тест жасағанда пайдалы. Бірақ бір үлкен минусы бар: сіздің жазған кодыңыз еш жерде сақталмайды. Мысалы, қараңыз, мына жерде restart shell батырмасы бар. Басайық. Егер мен алдыңғы айнымалын көрсетейін десем, ол айнымал енді жоқ. Программа айнымалын сақтамады. Сол себепті бізде программада қате шығып тұр. A is not defined дейді. Егер дәл осылай консольда жауап тастасақ, барлық программа кодымыз жойылып кетеді. Кейін бір ескертетін жайт бар. Мысалы, print деп жазатын болсаңыз, print дегеніміз экран бетіне программа шығару командасы. Мысалы, print 3 деп жазайық, экран бетіне 3 деген сан шықты. Бұл интерактив код жазуда жай print командасыз 3 деп жазып шығарсақ та болады. Дәл сол функцияны атқарады. Дәл осылай текст шығарып көрейік. Print hello world деп жазайық, дәстүрді бұзбай. Тексті жазу үшін біреулік кавычка қойып кетсек болады, екеулі қойсақ та болады. Айырмашылығын келесі сабақтарда айтатын боламын. Консольда тексті шығарып берді. Бұлайша hello world сөзін шығарсақ болады. Сонымен консольда ешқандай print функциясы да қажет болмады. Келесі файлдық вариантты қарастырайық. Оны біз файл, new file деп аша аламыз. Алдымызға осындай терезе шығады. Мұнда біз бірнеше инструкция тәсіл жазсақ болады. Мысалы, қараңыздар, бірінші қатарға 3 + 2 дейік. Екінші қатарға 6 көбейтілген 2 деп жазайық. Осылай кете берсек болады. Бұл инструкциялар бірден орындалады. Ол үшін run module менюіне кіріп басамыз. Немесе бірден клавиатурадан F5-ті бассақ болады. Python бізге файлды сақтау жайлы ескертпе келеді. Біз мұны example 1 деп сақтайық. Қарайық. Программаның нәтижесі консольда көрінді, бірақ ештеңе шықпады. Неге шықпады? Себебі біз программада шыққан нәтижелерді не істеу керек екенін көрсетпедік. Мысалы, 3 + 2 мәнін, 6 + 2 мәнін таптық делік. Бірақ шыққан мәнді қалай қолдану керек екенін жазбадық. Біз енді мәнді шығару үшін программаға print командасын міндетті жазу керек болады. Біз Pythonға жазған математикалық амалдарды шығаршы деп команда жазамыз. Енді файлды сақтап, runды бассақ, кодтың орындалғанын, консольға шыққанын көреміз. Тағы да print командасында сандарды жекелей үтір арқылы шығаруға болады. Және математикалық амалдарды бірге орындауға болады. Мысалы, 4 үтір, 5 үтір, 6 + 2 деп программаны жіберсек, нәтиже бұлай шықты. Яғни нәтиже пробел арқылы шығарып берді. Тексті шығару үшін өздеріңіз білетіндей кавычка қоямыз. Hello world дейік. Біздің сөзді шығарды. Қарап отырғандай 4 амал, 4 нәтиже. Кейін print алдында 30 түп болмау керек. 30 түп болса қате шығады. 30 түп істеп көрейік. Программаны жіберейік. Мінекей қате шықты. Жалпы бүгінгі сабақты осымен қорытындылайық.
Бүгін біз Python программасында консольға жазып, бірден шығатын интерактивті және файлға сақтайтын тәсіл бар екенін көрдік. Сұрақтар, сауалдар болса пікірге қалдырсаңыздар болады. Жауап беруге міндетті түрде тырысамыз. Сіздермен бірге болған IT әлем каналы келесі сабақта жүздескенше аман сау болайық.